Бұл Лондондағы Британия музейіне қойылған мумиялар. Мысыр елі мумиялар бізге тиесілі деп Британия музейінен қайтаруды талап етіп келеді. Тіпті папирус парақтарын, перғауынның мүсінін және әйгілі Розетта тасында қайтару керек дейді. Дәл осы тастың арқасында ғалымдар иероглифтерді оқи алды. Британия музейіне талап қоятын тек Мысыр емес, мысалы Грекия Парфенон мәрмәрләрін, Иран, Шумер, Ассириядан қалған ескерткіштерді, Чили Муая ескерткіштерін, Нигерия Бенин қолларын қайтарып алғысы келеді. 1680 жылдан бастап ағылшындар Британия империясын құрып, әлемнің біраз жерін басып алған, кейін отар жерлерден табылған тарихи заттарды алып кеткен, кейбірін соғыс кезінде әкеткен. Сатып алған жәдігерлер де бар. Кейінгі кезде бұл мұражайға қысым да күшейді, бірақ Британияда дәл осы музейдегі заттарды қайтаруға тыйым салатын заң бар. Ал музей біз ештеңені қайтармаймыз, бірақ экспонаттарды барынша көп адам көруге жағдай жасаймыз дейді. Расымен бұл алып мұражайға кез келген адам тегін кіре алады. Дегенмен бұл жерді ұрланған жәдігерге толы музей деп атайды. Тіпті Египеттегі пирамидалар Британия музейінде жоқ, себебі оны алып кету қиын болған деген әзіл де бар.